Баршаңызға сәлем. Тағы да біздің бүгінгі мағыналы подкасттың екінші выпускына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен, Саят және де Олжас Досайбек. Сразу тақырыпқа өте берейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кітап оқу. Кітап оқу дегенде біздің мына мағыналы подкасттың тыңдармандары біледі деп андай көп тыңдарман бар сияқты. Тыңдармандары алдыңғы выпусктан білетіндей біз түсіндіруге тырыстық енді. Негізі не үшін мағыналы подкаст? Өйткені біз белгілі бір тақырыпты алып, мысалға алдыңғы жолы жаңағы университетские годы, универлік өмір деген не деген сұраққа жауап беруге тырыстық та. Қысқаша айтқанда, оның анықтамасы қандай? Мысалға бізге не болатын еді мектепте түрлі бір гипотенуза деген не дегенде жаңағы қарсы жатқан катеттің бір нәрсеге қатынасы дейтін ше, айта алмаймын. То есть синус деген ол қарсы жатқанның іргелес жатқанға қатынасы деген сияқты бір анықтамалар болатын еді да. Сол сияқты мектепті үйрендік, жақсы. Енді өмірдегі кейбір былай активитис деп айтайық па, белгілі бір заттарды, құбылыстарды, әрекеттердің анықтамасын білген қызық. Мысалға кітап оқу деген не, жалпы не береді ол бізге, оның мағынасы қандай, не үшін керек деген сияқты. Бұл негізі ең бірінші где-то 2 апта бұрын ба біз Алматыда Олжас екеуміз шай ішіп отырған кезде шыққан идея. Ол жерде подкаст жазайық деген кезде осы мысалға кім бар? Барлығын Сейсенбай бар. Байқасаңыздар, ол жаңағындай не дейді, бүкіл сөздеріне сондай анықтама жазып тастаған да. Энергия это деген сияқты там. Внимание это бір нәрсе, внимание это любовь плюс время, энергия плюс время умноженное на любовь это внимание деген сияқты. И сен бір затқа внимание бөлсең, ол нәрсе расцветать етеді там. Отношения болсын, сабақ болсын, жұмыс болсын деген сияқты. Содан кейін басқа заттарға да, басқа құбылыстарға да бізді анықтама беріп көрейік деген не болды да. Барлығын Сейсенбай емеспіз, конечно. Но можно попробовать. Ешкім запрещать етпейді вроде. Өзіміздің YouTube канал деп солай. Бүгінгі біздің енді кітап оқу деген немен тақырыпта бастасақ, бірінші мен айтамын өзімнің нұсқамды. Енді айтам дегенде қазір жазып отырамыз бір соңғы нүктеге келуге тырысамыз менің көзқарасымнан. Одан кейін Олжас өзінің версиясын айтады, нұсқасын. Одан кейін екеуміздің қосып, ортақ жерлерін қосып, осы подкасттың бір кітап оқуға деген анықтамасын шығаруға тырысамыз. Солай өздеріне не жаңалық. Олжекес жазып отсыз да. Да. Короче, ең бірінші неден басталған келіп тұр. Жалпы кітап деген хард копи деп алатын болсақ, емес, мысалы кітаптың түрлері көп қой. Не бар? Аудиокнигалар бар қазір. Там ютубта видео қылып салатын, типа текстті бүйтіп какой моменте видео қылып салатын, или там PDF қылып оқуға болады деген сияқты. Біз мына жерде кітап оқу деген кезде менің миыма сол кітаптың оригиналы есіме түседі да, кәдімгі хард копи, ұстап көретін, қатты қағазға шығарылған дегенде. Соны кітап оқудың ең биік нұсқасы, ең оригинал нұсқасы сол оригиналын оқу, хард копиін. Өйткені неге деген кезде жалпы ол жазбаша түрде жазылған да, немес, электронный емес, кәдімгідей печататься етілген. И ол немен печататься етілген десек, сәл тарихтан артқа секірсек болады. Мысалға не бар? Жалпы жазу деген нәрсе қызық өзіме. Жалпы жазу жаңағы письменный контент деймін ба, өзіме қызық. Кітап жазу болсын, там сценарий жазу, жалпы жазу. Бір подкастта бір жерден естідім, что жалпы адам тарихындағы ең үлкен изобретение, ашылулардың бірі
ол жазу. Жалпы жазу деген скилл ма не, ол жазу дейтін қабілет. Өйткені былай айтқан кезде адам тарихында бір жүрді, жаңағындай мамонттарды өлтіріп деген сияқты да. И бір келесі ұрпаққа өздерінің опыттарын қалдыратын болды да. И оны көбінесе немен қалдыратын болды? Жаңағындай ауызекі мәдениетпен де, мысалға бізде қазақ елінде, қазақ жерінде дейік па, қандай да бір 18-ші ма, может 17-ші ғасырға дейін көп контент негізі жаңағы ауызекімен тарады да. Жаңағы нелер, жыр дастандар, айтыстар, жаңағы сал серілер мысалға жүретін болған ғой неде. Ауылдарды аралап, короче, не жерде айтады, какие-то песни или қалай айтылады олар, поэма ма, жыр дастандарды, в общем, нететін болған, халыққа солай жеткізетін болған. Өткен ұрпақтың жаңа ұрпаққа қалдыратын опыты ауызекі болған. Потом енді оған дейін, конечно, руна жазулары деген нәрселер бар ғой. Олар енді қалған, бірақ олар көп емес. Мысалы, қиын да, оны тасқа қашау деген сияқты қиын. Потом бір моментте там қытайлар ма, білмеймін енді, қателесуім мүмкін, қытайлар істей бастады. Там жібекке ма жаза бастады немен, иероглифпен былай тіке деген сияқты. И ол жалпы қоғамды, любой нені, любой бір қоғамды болсын, бір ғылым саласын болсын, алға тез жеткізеді да. Өйткені сен уже бір параққа жазып қоясың, келесі адам келеді да соны оқи салады. Оны оқу да оңай, как бы оған не керек, просто көз керек и жарық керек, и сол оқу қабілеті керек. Все болды, сен ана адамның уже опытын аласың деген сияқты. Солай жалпы кітаптар жазыла бастаған деп ойлаймын. И қазір мысалға біз қалай алдық, білімді қалай алдық? Әліппеден бастап алдық қой. Әліппеден бастап жалпы университетте болсын, үлкен жаңағы хардкопи кітаптардан текстбук деп атайды енді нелерді. Жаңағы калкулустан болсын, физикадан болсын, жаңағы кітаптардан үйрендік. И қазір енді ойым андай не ма, шаршаңқы болып жатыр ма, или бір немен келе жатыр ма? Нет, норм идет. Енді ана неден де әсерленген болуы мүмкін. Мысалы қазақ әлемі дейтін жақында ана кітап не шықты, кино шықты. Көрдің бе олжас? Мен Нұрлан Қоянбаевтың. Қазақ әлемі. Иә, көрдім. Сол жерде айтады ғой, типа вот күкірт деген нәрсе шықты, и біз оны қолдана алмай қалдық, и сол үшін типа артта қойдық деген сияқты. И осы кітап оқу деген де бір құрал бар. Сол құралды сен қолдансаң типа дамисың, қолданбасаң қаласың да артта, короче. Ол енді в целом білім алудың басқа да жолдары бар ғой. Мысалға қазір ютубтан видео көріп, мысалы қазір салып жатқан ютубтан видео көріп та үйренемін ғой деген нәрсе бар негізі. Онымен де келсем, бірақ бәрібір жаңағындай хардкопи кітап жоқ, қасымда хардкопи кітапты ұстап, оқып, сызып, андай хайлайт жасап жасағанға жетпейді ол бәрібір. И сондай сияқты. И и получается, біріншіден кітап оқу деген не деген кезде жаңағы білім тәжірибе алмасу құралы, как бы былай айтайыншы, контент тасымалдаудың ең тиімді жолы. Контент жеткізу, может, тасымалдаудың жеткізу. Мысалы мен біреуге, мысалы мен Олжасқа бір нәрсе айтқым келсе, жазып жүрген жақсы да. Мен андай нені қатты қолдамаймын қазір, андай тыңдап жатқан адамдар. Менімен сөйлесіп жүрген көбінесе адамдар болатын болса, мысалға андай WhatsApp-тан, Telegram-нан андай аудио жазады ғой. Аудио өте қатты андайды. Мысалға мен аудионы тыңдаймын, айтады, 5-те кездесейікші деп айтады мысалға. И мен оны тыңдаймын, окей, бірақ оны қайтып мысалға календарыма жазу керек болса, сосын мен Дима айтпақшы, Олжас неште кездесеміз деп айтып еді десем, чатқа кіремін, и аудионы қайтып плей басу керекпін да, чтобы анау 5-те екенін есіме түсіру үшін. То есть андай вроде мелочь, но қайтадан екі жұмыста. Ал ол маған бүйтіп текстім 17:00 деп жазып жіберсе, мен оны бүйтіп қараймын, көремін, и все. Андай өмір жеңілірек, короче. И андай да қызық нәрсе бар, типа, когда
енді адамдар жұмыста бір жалоба жазғысы келсе, оларға ручкамен парақ береді екен да, только в письменном виде қабылданады, короче, критика, там какой-то отзыв, жаңағы не бар ғой, ой, дневник, там, предложений, ме қандай бір не жерде тұрады ғой. Книга жалоб. Солай негізі, книга жалоб болады мысалға. И өзінің ойын жазбаша жеткізе алмайтын адамдар оны жаза алмайды да, или жазып жатқан кезде түсінеді, что өзінікін ыңғайсыз, дұрыс емес екенін мысалға жазып жатып түсінеді дегендей ғой. Когда миыңдағы мысльді сен әріптерге не істейсің, былай айтқан кезде перевод жасайсың, басқа тілге деген сияқты ғой. Мысалы өйткені біз программированияның да тілдері бар. Ол деген как бы не ғой, сенің бір миыңдағы идея, формуланы сен бүйтіп компьютерға түсіндіресің, короче. Сол сияқты сен, если миыңдағы бір идеяны басқа біреуге түсіндіргің келсе, сен текст қолданғаның өте маңызды. И андай жалпы андай да не бар. Про этот kind reminder, что 10 плюс минут прошло, если что. Иә. Даже жоқ. Ну, какой там. То есть андай нәрсе бар. Бір жағынан, мысалы, киноның сценарийі жазылуы болсын, қандай жағынан болсын, барлығы тексттен басталады. Бүкіл жаңағы даже кинолар, ол какой-то көбінесе көп жақсы кинолар, олар бір кітаптардың нелері ғой, өмірге киноға айналуы дегендей. Енді былайша айтқан кезде үйрену дейтін өте күшті нәрсе бар. Жалпы адам өмір бақи үйренеді деген нәрсеге бәріміз келісетін болсақ, сол үйренудің ең тиімді жолы кітап оқу. Нені үйрену болса да, программирование болсын, енді, конечно, спорт, там, жүгіруді үйрену үшін там жүгіріп көру керек деген сияқты. Мысалға, бізде ютубты жүргізіп үйрену үшін қазір ютуб жүргізіп отырып қой. Жасау арқылы үйренесің, но бір нәрседе оқу арқылы біліміңді арттыру арқылы тезірек по-любому үйренесің. Сол үшін кітап оқу деген мен үшін biggest discovery of mankind деп оқып берген. Білім тәжірибе алмасу құралы, білім тәжірибе алмасудың және контент жеткізудің ең тиімді жолы деп айтса болады шығар. Өте қысқаша айтқанда. Нені алып тастауға болады. Контент және білім тәжірибе жеткізудің бүйтіп жазуға болады. Контент, үтір, білім және тәжірибе. Контент, білім және тәжірибе. Окей. Осылай, қысқаша. Получается, ну, из того, что вы говорили, это больше, знаете, был фокус в сторону, типа там, Формата, да? именно conceptual part, даже не то, что кітап оқу, это кітаптар, типа кітаптар, жазулар, вот больше об этом какое-то было, типа biggest discovery of mankind, и как бы кітап оқу, не емес, а кітап жазу, больше вот про это какое-то было описание, но как бы из того, что я могу добавить, я могу как бы докинуть поверх того, что вы сказали. Типа, вы говорили с точки зрения, там, типа, зачем пишутся книги, или вот в чем, как бы, то есть, да, вот около зачем пишутся книги. А я могу вот дальше экстенднуть, расширить в сторону зачем или как читать книги, вообще, типа, чтение книг. Что для меня чтение книг? Я как-то вот подумал, допустим, наверное, 3 части есть, типа the what, the why and the how. Типа, что такое чтение книг, зачем читать книги и как читать книги. И вот отталкиваясь от этого, например, для меня книги, чтение это типа процесс process of discovery, где я вот как бы читаю книгу and I discover some new ideas from there. И вообще, типа, я выбираю книги, ну, так сложилось, что в последнее время я там большую часть, типа, очень больше, это больше про self-help книги, где, типа, прям как self-improvement, вот это все, типа, general reading. То есть там нету литературы, там нету такого, там, типа, там, рассказы, истории, роман, он дайджок. И когда читаешь их, типа, objective, типа, как замысел, да, зачем я читаю? Я хочу там взять новые идеи. Типа, it's a process of discovery, process of education, где я, допустим, вот книга типа The Miracle Morning, да, многие там могут ее там чуть недооценить, сказать, вот там дешевая детская книга, но пока что для меня мощная книга. И типа, the objective there — это to discover some new ideas.
андай И ғой типа мынандай да идея бар екен ғой деген вот, сияқты ма да, типа, типа это же рассказ, он рассказывает, he's making a point, so I am listening and getting the point. И, короче, вот the what, если говорить, это 10-20 hour process of discovery, process of education. То есть здесь две части: process of education, process of discovery, и для меня это сложится около 10-20 часов, 10-30 часов занимает. Там, в зависимости от книги, в среднем там 10-30 часов у меня уходит на то, чтобы книгу почитать. Именно вот типа pure reading process. Это the what. Если говорить про часть the why, зачем читать, то я понял, ну, как бы, сейчас не моя, как бы, my objective — это to learn and remind of good things to strive for. То есть именно научиться, либо напомнить себе о некоторых вещах. Например, вот последняя книга, которую читал, слово productivity Кэл Ньюпорта. Это типа про то, что, ну, как бы научиться или напомнить себе про там важные вещи в продуктивности. Сейчас читаю Miracle Morning. Это как бы научиться или напомнить себе о важных, крутых вещах про магию утра. Типа как просыпаться, вот в таком духе все. Там, не знаю, книга типа Deep Work Кэл Ньюпорта. Это про то, to learn or to remind myself о том, как правильно дипворкать, типа глубоко посвящаться в процессы. И получается, на вторую часть ответа, типа the why, то есть зачем читать книги, для меня это именно to learn or to remind myself of the good things to strive for. Именно есть высокие, короче, ценности, высокие идеалы, и они там всегда есть, а еще есть я, ну, как бы, которые не совсем там, не совсем у меня это есть, это или я там, то есть это две разные вещи. И это напоминание мне о высоких ценностях, high standards, вот это все, и типа напоминая или узнавая это, я все ближе, ближе, ближе себя как бы туда посвящаю. И если по последней части говорить the how, типа как читаются книги, ну, у меня как получилось, я, короче, читаю очень медленно книги, я вообще, типа, ну, там, не знаю, как бы любую тему, на любую тематику, книги, там, домашнее задание там по философии, любой там, ну, короче, любое чтиво для меня очень долго идет. Я очень долго думаю над каждым словом, над каждым предложением, каждым абзацем, и это не что-то, что я там придумываю, это, ну, так естественно я в это ухожу. И оттуда получается, что у меня страница уходит там 5 минут, 4 минуты, 3 минуты, то есть я очень долго читаю. И для меня сложно так, что типа, ну, как я читаю, я э, какое-то время, может, даже пытался бороться с этим, типа читать быстрее, как-то что-то, как-то, ну, типа, люди там заканчивают вообще очень быстро, а я сижу долго читаю. И я старался, не получилось, и я в итоге принял это, и сейчас для меня, типа, как я читаю, это accomplishment of cognitive effort to understand the message. И именно, то есть, типа, чтение — это вот как бы, как я читаю, я пытаюсь вот понять, что мне говорит этот автор, э, прям sentence by sentence, paragraph by paragraph. То есть, типа, понятно, что книга, там, 300 страниц, это, скорее всего, там несколько секций, несколько глав. Внутри них несколько подглав, там, вот это все есть. Но, типа, если дальше вот в atomic level уходить, atomic level, он в каждом параграфе несет мысль. Типа, он там, ну, как-то же он делит параграфы. В этом параграфе, в этой главе скажу вот это, в этой вот это. Точно так же он выбирает параграфы. И я понял, олар что, көбінесе окей, өздері жазады ғой типа осы параграфтың тақырыбы осы деген сияқты и соны детально кетеді. да, и Мгм. я перестал, короче, стараться гнаться за количеством страниц, то есть быстро страницу почитать. Я как-то Мгм. пришел к тому, что, окей, в каждом параграфе они закидывают мысль. И я стал как бы просто каждый параграф за параграфом, прям предложение за предложением пытаться вникать в то, что мне нужно обводить и дальше читать. То есть для меня, типа, чтение the how, да, как я читаю, это cognitive effort, то есть мысленные старания понять месседж автора, понять суть автора. Каким образом? Прям предложение за предложением, параграф за параграфом, страница за страницей. И вот так читая, я стараюсь сделать так, чтобы как бы, ну, как бы научиться у этой книги всему тому, что я там, зачем я ее читаю. Вот как-то вот так. То есть Мгм. мои три ответа на вопросы the what, the why and the how. Так, давайте вот это я Мен сюда сізге неге жібердім перенесу. телеграмға жібердім. Ага, Ага. телеграмға скинул короче мен записывал олжас ладно. Қызық десе енді сенде по идее бәрібір не сияқты енді салыстыратын болсақ сенде бәрібір көбірек сияқты кітап оқылған деп соңғы 4 жылда деген сияқты білмеймін менде де плюс минус сондай негізі асықпай оқимын оқысам и там бір кітапта там 2 ай тұрып қалуы мүмкін деген сияқты ну конечно это андай күшті еще не андай отмазка болуы мүмкін типа мен тщательно оқып отырмын деген сияқты ну типа күніне мысалға 3 бет оқуым мүмкінмін и андай но тұрып қаласың сол жерде деген сияқты ше ол да может андай кітаптың несіне байланысты шығар
как бы жанрына деймін ба, то есть если жаңағы не сияқты продуктивити сияқты нәрселер болса, сен оларды оқу керексің, еще сразу өмірге енгізу керек та. Ну, то есть не сразу, ну, то есть сен оны оқып просто қоя салсаң, как бы қатты көп эфорт болмайды дегендей ше. Сол үшін может медленно оқып, бірақ өміріңе енгізіп отырсаң параллельно, ол кітап оқылды деп может санауға болады дегендей ше. Ол да қызық по идее тақырып ретінде алсақ болады, типа кітап қай кезде оқылды деп саналады дегендей ше. Мысалы сен көзбен жүгіртіп өтсең саналмайды ғой явно. Жестко. Хорошая тема, по идее. Так, М, я вот здесь Так пытаюсь получается, свой definition чуть финализировать. Наверное, будет вот так. Типа, for me, it's a 10 to 30-hour process of discovery or education, done paragraph by paragraph. Вот так, наверное. line by line. Енді Да. ағылшынша мен қазақшаны қосайық. Окей, Так, так, что тут у нас? бүйтіп жазсақ болады. Қазақша жазсақ Давай. соңғысына, типа Ага. бүйтейік 30-дан, типа аптасына онdan иә 10-30 деген или Нет, қалай? бір кітапқа 10-30 сағат. Бір кітапқа, окей, нормально. Бүйтіп жазайық онда. Бір кітап оқу дегеніміз, типа бір кітап оқу тең деген, типа тире, тире емес, иә тире. Мгм. Бірінші сенікін алайық. 30 жақсы, 10-нан 30-ға дейін деп былай. Жақсы, тік жақсы. Жақсы, или жақсы керек емес. Керек емес, сори. 10-30 сағат. Вы можете мысль не озвучивать, и мы сейчас форму берем. Иә, 10-30 сағат алатын алатын процесс. иә, алатын процесс. Жоқ, 10-30 сағат алатын жаңағы іздену мен жоқ, үйрену деп жазсақ, discovery мен негізі education бір сөзбен үйрену деп айтса болады. Ага. Сағат үйрену, сағат алатын үйрену процесі деп жазайық пока что. Сағат алатын үтір, алатыннан кейін үтір. Қалай айтса болады? Мән беріп оқу, типа параграф бай параграф дегенді қосып жіберейік дегенім ғой. Ну, давайте, допустим, вот пока скипаем, здесь какой-то барбале. Сейчас мы додумаем дальше. Енді менікін қалай қосып жіберейік деп түсіндім. Мен Ага. андай сөйлемнің структурасына сәл не істеп тұрмын қазір. Үстіне сөйлеші, менікі біледі. Контент бүйтіп жасақ болады, тура осылай контент, білім және тәжірибе жеткізудің ең тиімді жолы болған деп. Осылай ең басына жолы болған мәтінді, жолы болып табылатын деген өтірік не болып кетеді, сөз көбейіп кетеді. Осындай консайз болғанда күшті, қысқа нұсқа болған кітапты, міне қара, кітапты 10-30 сағат бөліп мән беріп үйрену процесі. Контент, білім және... бір кітап оқу дегеніміз деп па? Контент, білім және тәжірибе жеткізудің ең тиімді жолы болған. Кітапты емес, мәтінді. Типа текст. 10-30 сағат бөліп, мән беріп... Сәл бір түрлі қалды ма? Ну, я, конечно, казахском не прям жестко шарю, но как будто такое күрделі, бірақ... 75 қойып беретін дей ма? Күрделі сөйлем, в котором много смысла. Бір кітапты оқу дегеніміз
бәрібір сызықша болады. Типа, контент, білім және тәжірибе жеткізудің ең тиімді жолы болған мәтінді 10-30 сағат бөлу Нет, бөлу 10-30 арқылы сағат десекші. ішінде, давайте, 10-30 Ішінде. сағат ішінде мән беріп үйрену процесс. Иә. Нет? Жоқ, просто бөліп дегенім андай ғой, типа 10-30 сағаттың ішінде ол сол кітапты бітіру керек та. Ал если 10-30 сағаттың ішінде десек, типа как будто сен кітапты бастадың и следующий 30 сағаттың ішінде уже сен үйрену. То есть түсінемін ба? Ішінде деген типа андай кебит, короче. Сенші маған. Понимаю. Солай сияқты бір кітапты оқу дегеніміз контент, білім және тәжірибе жеткізудің тиімді жолы болған мәтінді 10-30 сағат бөліп мән беріп үйрену. Иә, иә. Окей. Енді үйрену дегенді жаңағы жақшаның ішіне discover and қандай болды екі сөз? Сен Educate. соны Discover, қосып қой. educate. Иә, осы. Окей. Болған сияқты. Да? Да, давайте коротко такой тезисно посмотрим, вообще, что у нас сложилось, да? Сегодня мы говорили про кітап оқу, саят версиясы нашла вот из original hard copy, жазу, это biggest discovery of mankind, білім тәжірибе алмасу құралы, қолдана алмадық, артта қалып қойдық деген как понятие здесь как бы имеет место. Книга жалоб тоже чуть-чуть как бы проговорили про вот суть книга жалоб, то, что напишется в книге, и үйренудің ең тиімді жолы болып, в итоге мы пришли к дефинишну контент, білім және тәжірибе жеткізудің ең тиімді жолы. Это кітап оқу. Дальше в версии ужаса было the what part, это discover new ideas, 10 to 30 hours, the why part, напомнить или научиться о важных вещах, the how part, медленно, paragraph by paragraph, и в итоге definition был 10 to 30 hour process of discovery of self-education, done paragraph by paragraph. И в итоге мы пришли к definition, Сәке? Бір кітапты оқу дегеніміз контент, білім және тәжірибе жеткізудің ең тиімді жолы болған мәтінді 10-30 сағат бөліп мән беріп үйрену, discover жасау, өз өзіңді educate жасау процесі. Жақсы шыққан сияқты. Legit, nigga, this is legit. Уақытты енді примерно не істедік па? Сыйдық па? Да, примерно минут 40 будет запись. Норм. Все, жақсы. Онда осымен бүгінгі выпуск аяқталды. Енді ары қарай да өздеріңіздің кітап оқу деген не, жалпы осы подкасттан естіген ойларыңызға тағы да ойлар қосқыларыңыз десе, талқылағыларыңыз келсе, менің телеграм каналым бар, сөзімді түзетейін, өзімді түзетейін деген. Сол жаққа астында ссылка болады. Сол жаққа кіріп, осы видео болады сол жерде, скорее всего. Соның астында комментарий жазып, бірге талқыласақ болады. Жалпы осымен біздің бүгінгі екінші выпуск тамам. Көргендеріңізге, соңына дейін көргендер болса рахмет. Сол келесі апта бұйырса кездескенше. Олжеке, жақсы. Давайте, ребята.